Жанғожа батырдың ажалы. Батыр қанша ел мен жерін қорғаған, ерліктері аңыз болып сөз қалған, от қаруға қарсы шауып қаймықпай, ат үстінде ғұмыр кешкен мәрт бабам, болмаған соң көк тіреген қамалы, бұл даланы кімдер жаулап алмады, сондай сәтте қол бастаған батырлар, бола берілді ел мен жердің қорғаны. Не көрмеді бұл қазақтың баласы, ұлы дала сан тарихтың куәсі, бұл даламда қан төгілді қаншама, жоқтау айтқан аналардың көз жасы. Домбыраның шанағында күй қалып, жаны өліп, рухы кетті жоғалып, бодандықтың кейде талай қамытын, тәуелсіздік арманына айналып, босатам деп қазағымды құлдықтан, қол бастаған талай батыр мерт болған, 80 жаста атқа қонды туыстап, алт әлемге ұран болып Жанғожам. Аңғалдық па батырға тән қашаннан, жау іздемес қандасынан жақсы адам, киіз үйдің түріп таста біргесін, бесін уақыты намаз оқып отырған, шөңгер шілде шағылқым үй боп қайнаған, тыныштық тербеп мүлгіп тұрды көк аспан, дүние кетті аяқ астынан бұзылып, жаңғырып бір сәт табындар салған ұраннан, қазақты жау қып қазақтың салып соңынан, Ақпатша солай қулығын іске асырған, жайнамаз жатты қызыл қанға боялып, сансыз оқ тиіп денеге түскен жарадан, қапыда кеткен осылай менің арысым, намазын бұзбай соңғы рет өтеп парызын, әлімнің шалы осы бір сөзді айтқанда, өртенді қайта өшіп бір қалған намысым. Тәуелсіз елміз, халқымыз аман жер бүгін, мәңгілік ел боп сақтамақ қазақ бірлігін, бодабы болып азаттық келді қазаққа, жанғазасында әруағы асқан ерлердің.